Мында үй жануар жатыр ғой. Түйе, сиыр, бірдеме жатқан сияқты. Барып қазір атамнан сұраймын. Ата, мен бір зат тауып алдым. Ой, немерем не тауып алып келді екен менің немерем? Ой, балам ау. Бұл білесің бе? Балам, бұны үлкен қара малдан аламыз. Бұны саха деп айтады, балам, иә? Асықты біз қайдан аламыз, білесің бе? Иә. Қайдан аламыз, айта қойшы? Қойдан. Дұрыс айтасың, балам. Қойдан біз асықты жілігінен асық алады екенбіз. Асықты біз ойындарды пайдаланамыз, иә, балам, иә? Қандай ойындар білесің асықпен ойнайтын? Асық ату, қанталапай. Өте бәрекелді. Ендеше қазір сен, балам, балаларды ертіп, достарыңды ертіп кел. Ендеше жайлауға барып, қазір қанталапай ойын ойнаймыз, жарай ма? Мен анау әжең өткенде асық жинап қойған едім. Мінекей бір қалта асығым бар. Осы асықты ойнауға достарыңды ертіп кел. Сосын сол қанталапай ойынын қалай ойнайтынын сендерге түсіндіріп берем. Жарай ма, балам? Ал достарыңды ертіп келе ғой, балам. Достарым, атам қанталапай ойын сендерге үйретеді. Келіңдер. Ой, немеремнің достары келіп қапты ғой, балаларым, қалайсыңдар? Жақсы. Алейкум ассалам. Қалдарың қалай, балаларым? Ассалаумағалейкум. Міне сендерге қысымен осы қойдың асығын жинап қойып едім. Бүгін сендерге қанталапай ойынын үйретейін деп жатырмын. Жарай ма? Қалай ойнайтын шартын қазір сендерге түсіндіремін. Ал айналып отырамын. Мынау асықты біз білесіңдер ме? Қандай малдан аламыз? Дұрыс айтасың. Қой малынан асық аламыз. Осы асықпен біз қазір қанталапай ойынын сендермен ойнайын деп отырмыз. Оның шартын түсіндіремін, балалар. Сонау бірінші ойында қазір талапай ойын басталды. Алақай деген кезде сендер асықты өздеріңе алып аласыңдар. Кім қанша асық алады, соны санаймыз. Сосын барып ортаға тігіп, оны біз шертіп ойнаймыз. Ең алдымен бізде асықтың қызыл асығы болады. Бұны біз қан асығы деп атаймыз, иә, балалар, иә? Қан асығы да кімде болады? Ойынды сол бастайды. Ал ендеше кәнекей санаңдар, балалар. 1, 2, 3. Ал. Қанталапай ойынын керемет ойнадыңдар, балалар, сендерге ұнады ма? Иә, бәрекелді. Орташаларында қанша асық бар, кім қанша асықты дәлдеді, соны ортаға шығарып санаймыз, кімде қанша асық бар екен. Ал, шығарыңдар қоржындарына асықтар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Бәрекелді. Көрдіңдер ме, балалар? Ең көп бізде асылым қызымыз жеңіп апты асықтың бәрін. Мерген екен, балалар, иә? Ал келесіде қанталапай ойынын тағы да ойнауға келіңдер. Ертерек баламен бірге ойнайсыңдар. Жарай ма, балалар?